Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен қысқаға банка, яғни компот жабатын боламын. Ең алдымен банкамызға жемісімізді салып, үстіне 250 грамм қант саламыз. Мен бұл жерде банканы алдын ала жуып, азғана қайнап тұрған сумен уксуспен шайқап алдым. Бұл рецепттің дайындалуы өте оңай, әрі тез жасалады. Компот жабуда мен тек қана суды бір-ақ рет құямын да, банкамды жауып тастаймын. Ешқандай банкамыз атылмайды, және де суы да күшті болып шығады. Қайнап тұрған ыстық суымызды банкамызға құйып, қақпақты жауып, жақсылап айналдырып шығамыз. Әрі қарай банкамызды жақсылап жабылғанын көру үшін, мұны осылай домалатып, ішіндегі қантын бір жерде жиналып қалмауын қадағалаймыз. Банкамыз дайын, енді оны жылы жерге орап қоямыз.